Шымкентте кезекті рет жол апаты орын алды. Бұл оқиға Аймауытов және Желтоқсан көшелерінің қиылысында орын алған. Мұнда белгісіз бір көлік пен ВАЗ көлігі қақтығысып қалды. Соққының күшті болғаны соншалық, ВАЗ жолдың шетіндегі арқа түсіп кеткен. Оның бір бүйірі қатты майысып қалған. Ал екінші көлік түсіру тобы оқиға орнына келгенше кетіп қалған. Алдын ала болжамға сәйкес ВАЗ көлігінің жүргізушісі мен жолаушысы жарақат алып, оларды жедел жәрдем тобы ауруханаға алып кетті. Бүйірінен соқ қалған ВАЗ көлігі түкке жарамсыз болып қалды деуге болады. Қазір осы жол апатының толық себеп салдары мен жүргізушінің қайсысы кінәлі екенін жол полициясының инспекторлары тексеріп жатыр. Шымкентте сағаттап немесе тәуліктеп жалға берілетін пәтерлердің мәселесі тұрғындарды көптен бері мазалап келе жатқаны белгілі. Бұл аудандардың арасында Республика даңғылы, Жангелдин көшесінің бойы мен 8-ші шағын ауданда бар. Таяуда Әл-Фараби полиция бөлімінің тәртіп сақшылары учаскелік инспекторлармен бірлесіп, өздеріне қарасты осы аудандарды тексеруге шықты. Оған себеп сондағы тұрғындардың шағым жасауы болып отыр. Олар пәтерлерді жалдап алған жастардың улап-шулап түні бойы маза бермегендерін хабарлапты. Соның бірі Айберген Республика даңғылы 15-ші үйдің тұрғындарының арызы түскен. Осындай тәулікке берілетін пәтерде жеңіл жүрісті азаматшалардың түнгі уақытта жұмыс істеп мазаларын алатындығы туралы. Сол бойынша Әл-Фараби полиция бөлімінің учаскелік полиция қызметкерлерімен рейдтік іс-шаралар жүргізіліп, сол жерде түнгі тыныштықты бұзған азаматтар анықталды. Сондай пәтерлердің біріне келген инспекторлар нағыз жезөкшеліктің ортасына тап болды. Мына пәтердің ішінен 6 бірдей жас жігіт табылды. 6-ы бірдей топырлап жүрген олардан тәртіп сақшылары жеке бастарын анықтауға кірісті. Жеке басты анықтайтын құжат бар ма? Жастар қаншада жастар? 18. Қолғасыздар ма? Бұл жерге, бұл пәтерге не үшін келдіңдер? Не үшін келген пәтерге? Көршілер шақырды, түні шулап жатсыңдар, жаңа айқайды естідік. Күліп, айқайлап күліп отырсыздар, бәрін естідік. Көршілер звондап шақырды. Тыныштық жоқ деді, бұл квартирада, үшінші квартирада тұрып отырсыздар. Құжаттарыңызды көрсетіңіздер. Осы арада келесі бөлмеден жас бойжеткен табылды. Оны түсіруге пәтер иесі қарсылық көрсетпек болды. Ал қыздың өзі де бетін көрсеткісі келмей, сүлгімен бүркеніп алған. Ата-анасы көріп қояды деп ұялса керек. Ал өзінің ұят тірлікпен айналысып жүргенімен жұмысы жоқ. Айтуынша, жеңіл жолға түскеніне біраз уақыт өтіпті. Алтынай қақтан боламыз? Қаладан? Әке-шеңіз біле ме? Жеңіл жүріспен ақша тауып жатқаныңызды? Біле ме, білмей ме? Білмейді? Қанша уақыт болсын бұл жұмыспен айналысып жүргеніңізге? Қанша? Қатты айтыңызшы, есімде атыр. 5-6 ай. Қалатыңызға түсіресіз ба? Бөлмедегі төсектің айналасында пайдаланған мүше қаптар шашылып жатыр. Ал шкафтың ішінен әлі ішілмеген бірнеше бөтелке сыра табылды. Соған қарағанда бұл пәтерде түні бойы отырыс болған секілді. Осы кезде 3-ші бөлмеден тағы бір қыз шықты. Ол да осы жігіттермен бірге түнеп шыққан. Қарындас, сіз қақтан боласыз? Сүрішінен. Сіз сүріңіз, қақтан боласыз? Документіңіз бар ма? Қай жылғысыз? 91. 91, атыңыз кім? Атыңыз кім? Ау? Динара, не істейсің бұл жерде сен? Неге жүрсіз осынша балалардың арасында? Қанша бала, достарың бола ма, кім болады бұлар? Қанисың ба? Жезөкшелікпен айналысасыз ба? Айналыспайсыз ба? Сонда мына балдар кімдер? Біраздан кейін жас жігіттер мен қыздар полиция бекетіне жеткізіліп, олардың үстінен көпшіліктің тыныштығын бұзуға қатысты әкімшілік хаттама толтырылды. Енді тәртіп бұзушылар ірі көлемдегі айыппұл төлеуі мүмкін. Ал инспекторлар мұндай іс-шара алдағы уақытта да жалғасады деп отыр.